Қош келдіңдер қыздар. Музей тарихымен мен Амреева Райхан таныстыратын боламын. Енді біздің осы біздің мешіт музейіміздің жалпы макеті. Қазір біз мына кіші мешіт үйінде тұрмыз. Қазір ары қарай үлкен жұма залына, медресе бөлмелері қазір бізде көрме залдары қызмет атқарады. Сол жерлерді ұйымдастырумен Қытай сәулетшісі Хун Пиктің жобасымен салынған. Мешіттің ерекшелігі сол, алғаш салынған кезде бірде-бір шеге пайдаланбай ағаштан тұрған жер мына. Кіші мешіт үй болған осы. Бұл залдың ұзындығы 54,5 метр, ені 29, биіктігі мұнарамен қоса есептегенде 22 метр болады. Түгелдей залды 122 мынандай ағаш бағаналар ұстап тұр. Үстіңгі қабатында әйел адамдар, астында ер адамдар намаз өтеген. Намаз кезінде бұл залға 1500-1600 адам сыйған екен. Мешіттің қабырғасы кірпішпен тұрғызылып, ішіндегі мына ою өрнектерінің бәрі жағы гипспен жасалған. 100 шебер жұмыс жасаған. Олар әр ұлт өкілдерінен болғандықтан, жалпы мешіттің мына ою өрнектер салынуында, әшекейленуінде әр ұлттың мәдениетінен қолтаңба деп айтуымызға болады. Яғни бұл жерде өрнектерде қазақтың ою өрнегі, ұйғыр, дунган, араб стилінде және кейбір жерлерінде геометриялық фигуралармен өрнектелген. Түгелдей 122 мынандай ағаш бағаналар ұстап тұр залды. Ішкі жағы, сыртқы жағы болды. Және мына әрбір есіктің жоғары жағында әртүрлі Құран сүрелері жазылған екен. Жалпы залда 10 есік бар, сол 10 есіктің барлық жоғары жақтарында осындай әртүрлі Құран сөздері, Құран сүрелері жазылған. Осы өзіміздің Нарынқол кеген тауларында дайындалған. Ол қажетті материалдар 3 жыл бойы дайындалып, жағы шебердің айтуы бойынша арнайы тәсілдермен кептіріліп, әрбір бағаналарға, әрбір ағашқа күрделі саңылаулар шабылу арқылы, олардың бәрі таңбаланып, белгіленіп отырған екен. Сол таңбаларының дәлдігінің нәтижесінде түгелдей осы залды бір жазғы маусым ішінде тұрғызып шыққан. Шеге пайдаланбай, өздерін қарасаңдар, барлық ағаштар бір-біріне кигізіліп, құрастырылып шыққан екен. Қандай ағаш екен, мен мына жерден көрсеңдер болады. Мынау жағы Нарынқол кеген тауларында дайындалған сарғарағайлар. Сарғарағай таңдап алу себебі сарғарағай бұтақсыз, түзу, биік өсетін ағаш болғандықтан әрі қатты. Сол ағаштар таңдалып алынып, олар жағы шебердің айтуы бойынша дайындалған. Орнатар кезде бірнеше қабат мата оралып, жұқалап гипспен сыланып, оның үстінен боялған. Жағы ағаш жарылмай ұзақ сақталу үшін және барлық бағаналар жерге емес тас тұғырлардың үстіне орнатылған. Шірімей ұзақ сақталу үшін. Және мына қабырғада қарасаңдар, айнала анандай саңылаулар тұр. Жағы вентиляция дейміз ғой. Сол жерлердің бәрінде осындай ағаш бағаналар бар, оларға ауа тұратын орындар қалдырылған екен. Сонда барлық бағаналарымыз түгелдей санағанда 122 бағана осындай ағаш бағаналар ұстап тұр екен залда. Сендер айтқан шам мынау ғой. Ол алғашқы кезде сол Қытай шеберінің жасаған шамы майшам ретінде пайдаланған, жерде тұрған маймен жаққан. Кейін жөндеу жұмыстары жүргізілгенде бұл шамға да өзгертулер енгізіп, тоқ жалғап төбеге ілінген болатын. Бірақ қазіргі кезде бұл шамды бізге жағуға рұқсат етпейді, өйткені мешіттің жалпы салынғаны 130 жыл, жөндеу жұмысы жүргізілгеніне 40 жылдан астам уақыт болды. Электр сымдарының ескіруіне байланысты бұл шамдар әзірше бізде топқа қосылмай тұр, яғни жақпай тұр. Мынау
мінбер деп аталады. Мінбер жаңағы мешітте имамның уағыз айтатын орны. Мешіт кезінде мінберіміз жаңағы оң жақ шетте тұрған, бір жақ шетте. Қазір музей болғаннан кейін осылай ортада тұр, негізі бір оң жақ бұрышта тұру керек. Мінберді өзінің жаңағы бояуымен, сол кездегі өзінің бұрынғы бояуымен сақталып, яғни 130 жыл болған бояу. Жаңағы зерттеу жүргізілген кезде бояудың құрамы қандай қоспалар қосу арқылы дайындалғаны және кірпіштің құрамы қандай қоспалар қосу арқылы дайындалғаны әзірге дейін құпиясы ашылмады деп айтуымызға болады. Яғни дәл сондай кірпіш, дәл осындай бояу қайтадан жасай алмаған екен. Енді мына жерде бояу өзінікі бұрынғы қалпында жақсы сақталып тұрғандықтан бізде әзірше бояу өзгертілмей, өз қалпында сақталып тұр. Барлық өрнектері түгелдей сол кезден сақталып. Бұл жерде енді жағы ол кезде жұмыстың бәрі қолмен істелгендіктен барлығы қол өнері болып есептелінеді, қолдан жасалған түгелдей. Мына жеріміз михраб деп аталады. Михраб мешітте жалпы мешіт қыбылаға қарап салынған. Яғни мұсылмандар намаз оқығанда қыбылаға бет қарайды, қыбылаға қарап намаз оқимыз. Мынау сол намаз кезінде имамның тұратын орны, михраб. Жаңағы бұл жердің ерекшелігі, жаңағы имам осында тұрып, қыбылаға қарап намаз оқыған кезде дауыс жаңғырғатындай етіп жасалынған. Яғни ол кісі намазды бастағанда түгелдей залға ені жағы бұрынғы бізде мұсылмандарының түсінігінде ақ адалдықтың, көк аспанның, жасыл мен қызыл табиғаттың әртүрлі жеміс гүлдердің түсі, сары күннің түсі деген мағынада сондай түсті бояулармен боялған. Мына жағы макетте көрген мұнарамыз осы, жағы ең жоғарғысына шығып азан шақырған. Жағы азан шақырған кезде ол жерде де жағы акустикасы өте жақсы қойылған, жан жаққа түгелдей естілетін болған. Тағы бір айта кететініміз, мына мешіт шебердің есебі бойынша 12 балдық жер сілкінісіне шыдайды деген есеппен салынған екен. Соның дәлелі ретінде 1913 жылы осы Алматы облысы бойынша қатты жер сілкінісі болған. Біздің Жаркенттің өзінде 7-8 балға дейін жер сілкінісі болды. Көріп тұрғандарыңдай мешіт оған шыдамдылық көрсеткен, өйткені шебердің есебі 12 балға дейін болған екен. Ана портал дейміз, басқа қақпа жақ. Сол жерде біраз жерлері аздап бүлінген, оны кейін қалпына келтірген. Сетка ма? Сетка енді ол құстар кірмеу үшін жасалды. Енді біздің музейіміз мемлекет қорғауында тұрғандықтан әрбір 5-6 жылда жөндеу жұмыстары жүргізіліп тұрады. Ең соңғы рет алғашқы қалпына келтіру жұмысы 67 жыл мен 78 жылдар аралығында болса, одан кейін 2002-де, соңғы рет 2013, 2014, 2015-де жөндеу жұмыстар жүргізіліп, бояуы түгелдей қайта жаңартылған. Енді биылғы жылы бізге тағы да жөндеу жұмыстары келді деп айтылған болатын, бірақ әлі күтудеміз, әзірше белгісіз. Қоршы тұр өзінікі түгелдей кірпіштері. Ана жердегі кірпіштер бұрынғы өзінікі, мына жерлер енді ауыстырылды. Мына мешітті салмай тұрып, мына ортаға көптеген топырақтар әкелініп, ол әрден тындырылған екен. Әрден тындырылған жерге осы үлкен жұма залын тұрғызып шыққан, сондықтан да жағы фундаменті өте мықты. Ағашымызға 130 жыл болды. Осы мешіт салынғаннан кейін отырғызылған ағаш. Қазір осы 130 жыл біздің музейдің ауласында өсіп тұр. Бұл жағы қарағаштың түрі, бірақ калированный дейді, сондай ағаш. Мына бөлмеде бізде жағы осы Қазақстан территориясындағы кесенелердің макеттері қойылған. Бас жағынан бастасақ, Арыстан баб, Оңтүстік Қазақстан, Түркістан, көне Отырар қаласында. Қозгөрпеш Баясұлу, Семей, Аягөз, Таңсықта. Қозгөрпеш Баясұлу туралы білесіңдер енді, ол туралы. Дүзен кесенесі
Қарағанды облысы Ұлытауда. Қызылорда облысы Қармақшы Тағай ауылында. Жошқан кесенесі Қарағанды облысы Ұлытауда. Жошқан жағы Шыңғысханның үлкен ұлы Жошыға қойылған кесене. Сол Қарағанды облысының Ұлытауда. Кесенелердің макеттері қойылған. Мына жағымызда Бабаджа хатын Тараз қаласында сол кісіге қойылған кесененің макеті. Айша бибі анамыздың жағы күтушісі болған, қазірде сол кісінің жанында тұр. Бабаджа хатын кесенесінің макеті. Оман Темпур кесенесінің макеті Маңғыстау облысы Атырауда, Бейнеу ауданында тұр. Бұл макетті де қарасаңдар өте ерекше, әдемі, әртүрлі ой өрнектермен жасалған. Жалпы формасын қарасаңдар, өзіміздің батырлардың бас киімінің формасына ұқсайды. Өте әдемі, ерекше жасалған кесене. Мынау жағы Баб-Ата кесенесінің макеті. Оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысы Созақта тұр. Мынау жағы осы біздің Жаркенттегі Орыс шіркеуінің макеті. Бұл шіркеуде 1892 жылы салынған екен. Біздің мешітпен жасы деп айтуымызға болады. Кеңес өкіметі кезінде ол жерде де әртүрлі мақсаттарға пайдаланған, кейін қайта қалпына келтіріліп, қазіргі кезде шіркеу ретінде жұмыс жасайды. Бұл макеттерде бізде біздің музейіміз сәулет көркемөнер музейі болғандықтан соған байланысты жасалып қойылған макеттерді Алматы қазреставрацияның художниктері жасаған. Бұл бөлмеде де қабырғада қарасаңдар әртүрлі жағы Құран сүрелері және әртүрлі ой өрнектермен әшекейленген. Бояуы былтырғы жылы жаңартылды. Ерекшелігінде айта жүруге болады. Мына қарағаштың ерекшелігі жағы сынған бұтақтары біраз жылдардан кейін шеттері қалыңдап жабылып қалатын ерекшелігі бар. Міне көріп тұрғандарыңдай жаңағы сынған жерлері шеттері қалыңдап жабылып қалған. Сондай ерекшелігі бар. Бірақ енді бұлай өте бір өсіп кеткен жерлері жоқ, тамыр жайылып. Мына жерде біздің көрме залдарымыз құмыралар әлемі. Бұл бөлмеде көріп тұрғандарыңдай оң жағымызда қыш құмыралар, сол жағымызда мыстан жасалған әртүрлі құмған, құмыра, шелек, қазан 19-20 ғасыр түрлері жағы. Шелек, құмыра, құмғандардың түрлері. Мына үш құмырамыз 14-15 ғасыр екен, әртүрлі заттар. Екі құмыра өзіміздің ауданда табылған. Шарал деген ауылды білесіңдер ғой. Сол Шаралда бұрын жаңғы Іле балық деген көне қала болған деп айтылып жүр қазір. Сол жерде жаңғы әртүрлі қазба жұмыстары жүргізілген кезде осы екі құмыра сол жерде табылып, біздің музейге әкеліп қойылған. Мына үлкен құмырамыз астық сақтауға арналып, мына құмыра жаңғы сусын дайындауға арналып жасалған деп айтылады. Мына бөлмеде бізде жағы өзіміздің қазақтың ұлттық заттары қойылған, яғни біздің қазақ халқының мәдениетінен деп айтуымызға болады. Бұл жерде жағы қолдан тігілген сырмақ, құрақ көрпе, көпшік, кестес, жағы аяқ қап, кесе қап және ағаштан жасалған қымыз ыдыстары қойылған. Мынауымыз ағаш күбі, қымыз кіші күбі деп айтамыз. Астау, самаурын, тегене, ожаулар жүргендер тұрды. Тостағандар, ожау, шара,
ши бұрынғы апаларымызда бұрын осындай ши тоқыған. Самаурынның түрі. Мына аяққап, кесеқап дегеніміз бұрынғы көшпелі халық, өзіміздің бұрынғы ата-бабаларымыз көшіп қонып жүрген кезде ыдыс аяқтарын салуға арнап жасалған, кесе салуға және әртүрлі ыдыстарын. Киізден қазақтың оюымен әшекейлеп әдемілеп тіккен, жаңағы көшіп қонып жүрген кезде ыдыстары сынбай таза сақталу үшін. Қалған заттар енді қазіргі кезде де осы қолданысқа шығып жатыр. Астауда, тостағанда, тегене, шара, ожаудың түрлері қазірде қолданысқа енді. Әйел адамдардың әшекей заттары бәрі күміс, бұрын қолданыста болған. Осы жағы музейге экспонат ретінде халықтан жиналған сақинаның түрлері, белбеудің түрлері, бас киім әшекейлері, білезік, шашбау, алқа, түгелдей сол өзіміздің қазақтың мәдениетіне, яғни бұрынғы өзіміздің бұрыннан бері апаларымыз, әжелеріміз бәрі осындай әшекей заттар таққан. Көбінесе күмісті қатты бағалаған, өйткені күмістің тағы бір ерекшелігі залалсыздандырады. Емдік ретінде де ауырған жерлерін осындай күмістер тағып емдеген екен. Сол себепті де күмісті өте көп пайдаланған. Мына жерде түйменің түрлері, білезіктің түрлері, белбеу, әйел адам, ер адамдардың және қапсырма. Шашбау. Қапсырма мына камзолдарға, шапандарға алдын жауып тұру үшін сондай қапсырмамен. Қазір түймелер пайдаланады ғой, бұрынғы кезде осындай қапсырмалар көп пайдаланған. Шашбаудың түрлері. Шашбауда көбінесе қыз балалар, әйел адамдар шаштарын. Қыз балалар бір бұрым ғып өріп шашбау таққан екен. Үйленгеннен кейін екі бұрым өрген, екі бұрымдарына шашбау таққан. Оны таққан себебі қыз балалардың жүрісі. Сылдырлатпай, әдемі сондай жүріспен жүру үшін арнайы қыздарға солай таққан екен. Жүрістерін, дене бітімдерін жақсы қалыптасу үшін ол да тәрбиенің бір түрі. Бір жағы шашбауының сыңғырынан қыз баланың келе жатқан, әйел адамның ба кімнің келе жатқан содан білетін болған екен. Мына жерде ат әбзелдері, ер тоқымның түрлері, жүген, құйысқан бөлігі дейміз тоқым. Бұл жерде де бәрі көріп тұрғандарындай күміспен әшекейленген. Айтқанымыздай күмісті өте көп пайдаланған. Үзеңгінің түрлері, мыстан жасалған және темір бетін күміспен әшекейленген үзеңгі. Мынау енді әйел адамдарға арнап жасаған деп айтады, мыстан жасалған үзеңгі түрі. Қамшы, қорамса, садақтың оғын салуға арнап жасалған. Тері күміс бәрі. Шеберлер әлемі дейміз, қолөнер. Қолдан жасалған сандық, кебеже ас үйде тұрған ас үй құралы болған. Ас ауқаттарын, ыдыс аяқтарын салуға. Кебежедегі ерекшелік өрнегі сүйекпен өрнектелген. Малдың сүйегімен. Мынау шеберлердің құралдары осындай заттарды жасауға. Ұршық, жібі ерген, таразы, астында таразының қабы. Бұрынғы кісілер күмісті, алтынды шеберлер сондай таразымен өлшеген екен. Мына жағымызда қолдан тоқылған кремдердің түрлері тұр, қолөнер. Бұлна туған жер тақырыбына тоқылған кілем, қолдан тоқылған. Шебері Қожаханов 1970 жылы тоқылған. Адамдардың бейнелерін салып, яғни бір отбасын бейнеленген ғой мына жерде, туған жер тақырыбында. Ана жерде де сол адам, әжесі, қызы, апасы деген сияқты ол жерде де адамдардың бейнесін салып тоқылған.
қойдың жүнінен бояп, еріп, сонда ерілген жіппен тоқып шыққан. Мына жерімізде жағы гүлдер, гүлдер деп аталады гобеленіміз. Мына 20 ғасырдағы бас кезінде қолданыста болған тігін машинасы. Бізге 2017 жылы әкеліп қойылды. Мына төбемізде жағы тоқылған қамыс, бұл да сол кезден сақталып тұр. Қамыстың ерекшелігі су тимесе ұзақ шірімейді және ыстық суықты өткізбейтін ерекшелігі бар екен. Жаздың күндері, мысалы, күн ыстық болып тұрса, мына жерде астында салқын ауаны сақтап тұрады. Күн суық кезде жағы суықты өткізбейді екен, жылы болып тұрады екен. Сондай ерекшелігі бар. Басқалай ауа райы мына жерде. Сондай ерекшеліктер бар. Осымен экскурсиямыз аяқталды. Көп рахмет сізге. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын. Жақсы күндеріміз көп болсын. Құрметті оқырмандарым, міне біз бүгін Жаркент сәулет көркемөнер музейіне саяхат жасадық. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Назарларыңызға рахмет. Пенжім ауылдық кітапханасының тұрақты оқырмандары.